Барлықтарыңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді красный бархаттың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Бірінші бисквитін жасаудан бастаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май қажет. Үстінен қантты қосып, жақсылап миксермен шайқаймыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Масса араласқан соң үстінен жұмыртқа және сүтті қосамыз. Сүт пен жұмыртқада бөлме температурасында, яғни барлығы бір температурада болғаны дұрыс. Жан-жағын осылай лопаткамен жинап алсаңыздар болады. Енді сухой ингредиенттерді қосамыз. Ұн, қамыр қопсытқыш 1 шай қасық, 2 шай қасық какао және краситель қажет. Красительді мен көз мөлшермен қостым. Масса қызарғанша бірінші лопаткамен араластырып алдым ұн шашырамасы үшін. Енді миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Менде краситель аз болып қалды, сондықтан үстінен тағы да кішкене қостым. Міне бізде бисквитіміз дайын болып қалды. Формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 18 см, духовкада 160-170 градуста 40-50 минут пісіреміз. Бисквит дайын болғанын шпажкамен тексеріп алсаңыздар болады, сухой болып шығуы қажет. Бисквит суыған соң пышақтың көмегімен шығарып аламыз. Енді кремін жасауға кірісеміз. Бізге 300 грамм творожный сыр, 90 грамм қант және 150 грамм сливки қажет. Сливки менде 33%. Осылай қанты ерігенше, плотный масса болғанша жақсылап араластырамыз. Крем дайын. Енді бисквитті көз мөлшермен 3-ке бөлеміз. Бисквит түзу болып шығу үшін бірінші жан-жағын кесіп аласыздар, сосын ортасына қарай өтесіздер. Кремді де көз мөлшермен 3-ке бөліп алдым. Осылай шпательдің көмегімен түзулеп шығасыздар. Кольцоның көмегімен сборка жасасаңыздар болады, сонда торт түп-түзу болып шығады. Мен крошкамен әсемдеп шықтым. Міне тортымыз дайын. Холодильникте ең аз дегенде 3 сағат тұруы қажет. Мен 1 түнге қалдырдым. Торт өте дәмді және жұмсақ болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін. Жасалуы оңай. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырсаңыздар болады. Келесі видеода қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.